Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, және ата-аналар. Енді бүгінгі өтетін біздің тақырыбымыз тағы да қызғалдақ дейді ғой. Красный мак, или тюльпан, или қызғалдақ. Соны біз қалай салу керек тәсілін көрсетемін. Мысалға мен жерде основной жасыл фон, соның үстіне жаңа бордовый красный, сосын ашық розовый цветпен объем шығардым. Одан кейінгі мынадай қоңыр оқристый цвет дейді, соны қосып, мынадай гризайл ретінде қоңырмен оқыраны араластырғандағы түс шығады. Енді мына жерде мен үшінші бір несін көрсеткім келеді. Қара мен ақты араластырып, серый, соның үстіне бордовый қызыл қызғалдақтың суретін салып көрсеткім келеді. Енді жаңағы айтқандай серый цвет аламыз, қара, ақ, қағаз сәл. Бірақ мысалға мен бордовый қызыл алуға тырыстым. Кішкентай қаралау цвет қосам, темный болған дұрыс, основасы. Қара. Формасына қарай көрдіңіз ғой, форма. Жапырақтың өзінің формасын беріп отырады. Енді жасыл болғанда, мында бирюзовый жасыл алам. Бізге қалай болғанда да основасын темныйлау болған жақсы. Фиолетовый цвет, бирюзовый зеленый. Шаңды кішкалап.
қара түс ортасына. Енді гуашь қосамын. Қызыл емес, розовый цвет алдым. Есть қызыл, мынадай алый красный, есть розовый. Мен розовый алғам. Жөн көрдім. Формасын беруді, жапырақтың. Менің қолданатын сухой кисточканы жаңағыдай айтайын деген сухой қылып аламын да, сухой дегенім ешқандай стаканға суға батырмай таза гуашьты густоватый қылып аламыз, қоюырақ қылып гуашьты. Мына астын специально темный бордовый жасадым, қара мен розовый цветті қосып, енді үстінен жарық береміз. Мына гүлдің формасына қарай. Мысалға мен мынадай ашылып тұрған кейін кешкі сухой. Ешкіні айналдырып отырамын. Так, маған сәл ақты қосыңқыраған дұрыс. Ешқандай суға батырған жоқпын, таза. Гуаштан аламын да енді. Мына жерде де солай. Мына жерге жарық берем, темный жартысын жарық берем. Шағын сәл бордовый красный қылдым, темный ішке кіру үшін, объем беру үшін. Жапырақтарын бөлек жапырақ екенін көрсетіп қояйық. Жарық көлеңке, жарық көлеңке, жарық көлеңке. Енді жасылға кірсеміз, алдында жаңа жасылды. Мен көкпен екеуін қосып едім ғой. Енді ашық жасыл. Сары. Сарыға, ақ, сары, мынадай жапырақ жасыл дейді бізде қазақ тілінде айтқанда. Соны қосамын. Красканы тағып, ешқандай су қосып атқан. Ашық түс. Яркий түс болған өте жақсы. Ортасына бүйтіп берем. Осы мен бұлай кешкіні алып, таза суды бәрі. Так, неге основной бітті. Мына жерге ватный палочкамен ақ цветпен әдемі точка беріп аяқтаса да болады, или кешкімен әркімнің өзі. Мына асты жағы бос болмасын. Осылай аяқтауды жөн көрдім. Ватный палочкамен әдемі болар еді негізі. Осымен картинкамыз бітті.